зор. Олай болса, дәуірдің жарық жұлдызы атты әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Ахмет Байтұрсынов қазақ тілтану ғылымының атасы. 1878 жылы дүниеге келіп, 1937 жылы дүниеден озған. Ахмет Байтұрсынов ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ұстаз, тілші ғалым, аудармашы, ақын, қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаушы, өз халқын сүйген патриот адам. Бас редактор болған газетті анықтаңыз. Ахмет Байтұрсынов бас редактор болған газет ол қазақ газеті. Ахмет Байтұрсынұлының қай жылы 40 мысал атты аудармасы жарық көрді? Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысал атты журналы 1909 жылы жарық. Ахмет Байтұрсынұлы туралы қандай фильмдер бар дейді? Қазақстан телеарнасында көрсеткен ұстазы. Ахмет Байтұрсынұлының руы қандай? Соны жүз орта, жүз кіші, жүз ұшқан құста жүрген аңды. Жұмыссыз істеп тұрған жоқ ешбір жанды. Кішкене қоңызда жүрген сиреп, барады араларда ұшып қалған. Байтұрсынұлы жазушы қанағаты. Бұл сөзді біреу алмас, біреу олар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке жағу оңай емес, кейін жарамаса, кейін жарар. Қайсысы біреу алмас, біреу олар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке жағу оңай емес, кейін жарамаса, кейін жарар. Қайсысы ықыласын салып тыңдап, жаратпай қайсы бірін кері қарар. Бұл өмірде сүйгенім мен күйгенім бар, солардан аз да болса берер. Радости в тех проходит жизнь. Иного выбора мне не оставил Бог, к чему пустые в жизни миражи, коль истину познать ты мне не смог. Усталость будет, отдых на пути, но разве трудно с ним сломать мужчин? Я казах, я ненабожный монах, небо Тенг и мой Аллах. Глядя ввысь на синеву, восклицаю, я казах. Много я врагов знавал, битым был прорубал, потому что я казах, вольным был, свободным стал. Я от воли до свободы претерпел смерть роды, но до истинной свободы мне нужны эпохи годы. Мне не ведом мелкий страх, даже мой несчастный прах с того света все ревет, гордый клич мой, я казах.